Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тәуке кәсіпорындардың құрылыс пәні бойынша ол бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәріс оқушы Әбілқас Сағынтаев атындағы Қарағанды техникалық университеті. Пайдалы қазбалар кен орындарын. Дәрістің жоспары: оқпаны албарымыз жөнінде жалпы мәліметтер, оқпаны жүргізу кезі жұмыстардың орындалу кезегі, оқпаны албары қазбаның жүргізу схемаларын таңдауға әсер етуші факторлар, оқпаны албары қазбаның жүргізу технологиясы, оқпаны албары қазбаның түйіспелерін жүргізу, оқпаны албарының кен үңгірлерін, яғни камераларын жүргізу, көмір шахталарында оқпаны албары қазбаларын жүргізу кезінде ұңғымалы жабдықтарды таңдау, кен кәсіпорындарында оқпаны албары қазбаларды өту кезінде жабдықтардың рационалды жиынтықтарын таңдау, тестпелер бұрғылаудың тәсілдері, сондай-ақ ұсынылатын әдебиеттер. Өткен 18-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды абзалдардың 6-шы тақырыпшасын оқпан албарын жобалау, мұндағы оқпан албарын қызметтік және машиналар, камералар, оқпан албарындағы маневрлік жұмыстарды механикаландыруды қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 19-ші дәрісте 4-ші бөлім оқпан албарын жүргізудің 1-ші тақырыпшасын оқпан албары жөнінде жалпы мәліметтерді қарастырамыз. Оқпан албары жөнінде жалпы мәліметтер: оқпан албарын жүргізу кезінде жұмыстардың орындалу кезегі, заманауи шахталар мен кеніштердің оқпан албарлары, күрделі және көліктік қазбалардың, кен үңгірлердің, яғни камералардың жиынтықтарын құрайды. Тәуке кәсіпорындарын пайдалану кезеңінде оқпан албары әртүрлі өндірістік функциялардың орындалуын қамтамасыз етеді. Жер бетіне шахтаға жіберіліп, тәуке қазбаларын желдетуге арналған ауа оқпан албарының қазбалары бойынша өтіледі. Сондай-ақ оқпан албарының қазбалары бойынша көмірлер, кендер, жыныстар, телінген құрамдар, басқа да әртүрлі жүктер мен материалдар өтеді. Адамдар жүреді. Оқпан албарында мынандай технологиялық тораптар орналасады: орталық жер асты подстанциялары, басты су төкпелі қондырғылар, атылғы заттар жер асты қоймалары, әртүрлі шанақтар, көптеген тиегіштік көліктер және маневрлік жабдықтар. Оқпан албарының қазбалары арқылы жер бетіне барлық жүктер шығарылады. Сондай-ақ олар арқылы шахтаға немесе кенішке қажетті барлық жүктер түсіріледі. Оқпан албарында орналасқан көліктік қазбаларға үлкен мән беріледі. Олар төменгі талаптарды қамтамасыз етулері қажет. Самосвалдардың немесе вагонеткалар құрамдарының маневрлеу ұзақтығының ең аз болуы, электровоздардың жүріп өткен жолдардың ең аз болуы, қарсы ұшырасқан жүк ағыстарын және жүк тиелінген құрамдарын болғызбауы. Оқпан албарында жалпы көлемі тәуке кәсіпорындардың өнімділіктеріне, жүктерді көтеру тәсіліне және көліктің тығыз байланысына қатысты. Көмір шахталарының албарларының орташа есепті көлемі 7-ден 20 метр кубқа дейін, ал кеніштерде 18-ден 25 метр кубқа дейін құрайды. Оқпан албары тау-кен қазбаларының көлдеген қималарының ауданы 15-ден 18 метр квадратта, ал түйісулердің ауданы 20-ден 22 метр квадратты құрайды. Сондықтан оқпан албарларының қазбаларын жүргізу өте күрделі және берік жер асты жиынтықтарын құрылуын қажет етеді. Оқпан албарларының қызмет ету мерзімі тау-кен кәсіпорында немесе жұмыс горизонтының қызмет ету мерзіміне тең болады. Шамамен 10-15 жылдан кем емес болуы қажет. Оқпан албарлары қазбаларын жүргізудің тәсілін жұмыстарын ұйымдастырылып, мыналарды құрайды: созымды қазбаларда, оқпан жанындағы кен үңгірлерді, бұрылма қазбаларда, үлкен қималы кен үңгірлерді, қазбалардың түйісулерін, жүріс жолдар және шамалы қималы түйіспелерді. 4-те-1 суретте оқпан албарының схемасы келтірілген. Оқпан албарының схемасы құрық тәрізді түсін құрайды. Оқпан албарының ортасында скептік оқпан, клеттік оқпан орналасады. Сондай-ақ көмірді және жынысты түсіру үшін құра, күту камерасы, медициналық орын, орталық жер асты подстанциясы, сораптық камера, су құбырлық жүріс жол, су жиғыш, резервуарлар жарықтандыру камерасы, өрт сөндіргіш пойыздың депосы, зарядтық гараж, жөндеу шеберханасы, түзету подстанцияларының камерасы, тағы басқалар. Оқпан албарын өту кезінде жұмыстардың орындалу тәртібі. Оқпан албарын жүргізу келесі тәртіппен орындалады. Қазбалардың кен,
қазбалардың, сондай-ақ кен үңгірлердің әрбір түріне арналған нұқмалық жабдық таңдалынады. Сондай-ақ олардың өту технологиясы жетілдіріледі және бұл қазбалардың өту жылдамдығын мен анықталынады. Қазбалардың айлық нормативін және өту жылдамдығын есептеу тіреудің конструкциясына негізгі және көмекші ұңғымалық өндірістердің механикаларының мүмкіндігіне байланысты орындалады. Оқпан албарын жүргізу сызбасы және күнтізбелік жоспары құрылады. Оқпан албарын жүргізу ұзақтығы негізінде қазбалардың және кен үңгірлердің өту ұзақтығын және технологияларына, сондай-ақ құрастыру мен ұңғымалық жұмыстардың орындалу кезегіне тығыз байланысты. Негізінде көмекші оқпанға, содан кейін басты тасма қазбасын оқпан албарына іргелесетін бос вагондық пен жүктік тармақтар жатады. Ұңғымалаудың алдында бірінші кезекпен қазбалардың көмекші оқпанға шеңберлі тәріздес тұйық жанаса құрылымына тұрысы қажет. Бұл көліктік жолдарды тиімді қолдануға және жүктерді шеңберлік тасымалдауды ұйымдастыруға мүмкіндік жасайды. Содан кейін оқпан албарының негізгі жиынтықтарын өтуге кіріседі. Яғни су тепе қондырғысы мен электр подстанциялардың кен үңгірлерін, гараждардың және электровоздардың кен үңгірлерін, жыныстық скептік көтерме мен жанасатын қазбаларда артылғы заттардың қоймасын және тағы басқаларды. Аз мерзімде скептік қазбаларда және оқпан албарының тармақтарын өту мыналарға мүмкіндік жасайды. Таза ауасын тұрақты қазбалардың тораптары арқылы қазбаларды өту, уақытша жерде түйіспені болғызбауға. Оқпан албарын өту екі саттан тұрады. Кенжарлардың саны максималды, бірақты көмекші оқпанға жанысы қазбалардың шеңбері әрі тұйықталмаған. 4-2 суретте көрсетілген. Көмекші оқпанға жанасатын қазбалардың шеңбері тұйықталған, шеңберлі тасымалдау ұйымдастырылған, уақытша желдетпелік жабдықталынған, жұмыстық кен жерлердің саны максималды құрайды. Көтерме өнімділігі, жерасты көлігі, желдету электрмен жабдықтандыру бойынша ұңғымалық кен жерлердің максималды санын анықтау, есептік тексеретін өткізіледі. Материалдық техникалық қордың қажеттілігі, құрылысты ұйымдастыру жобаларын норматив бойынша, ал жұмыстарды орындау жобаларын ұңғымалық кен жерлердің фактілік санына байланысты қалтқысыз есептеу бойынша анықталды. 4-2 суретте оқпан албарын өтудің бірінші сатысы келтірілген. 4-3 суретте оқпан албарын өтудің екінші сатысы көрсетілген. Оқпан албарын өту екі саттан тұрады. Кен жерлердің саны максималды, бірақ та көмекші оқпанға жанаса қазбалар шеңберлі әрі тұйықталмаған. Дәрісте ұсынылатын әдебиеттер: тау-кен кәсіпорындарының құрылысы, пәні бойынша оқулық, жерасты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы бойынша оқулық, сондай тау-кен кәсіпорынның құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Бүгінгі 19-шы дәрісте 4-ші бөлімнен оқпан албарын жүргізудің бірінші тақырыпшасын оқпан албары жөнінде жалпы мәліметтерді қарастырған болатынбыз. Дәріс аяқталды. Келесі 20-шы дәрісте 4-ші бөлімнің оқпан албарын жүргізудің екінші тақырыпшасын оқпан албары қазбаларын жүргізудің схемаларын таңдауға әсер етуші факторларды қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.